Құрметті әріптестер, нәзік жанды ханымдар, әдеміліктің белгісі 8 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мұғалім әйел ол тек қана өз отбасын, бірлік берекесін ғана ойлайтын адам емес, ол біріншіден белсенді қоғам мүшесі. Тәуелсіздік еліміздің қыз бен ұлдарын тәрбиелейтін, оларға білім беретін, сіздерге шын жүректен алғысымды айтқым келеді. Көктемнің басымен келетін 8 наурыз мерекесі сіздерге қуат көзіне айналсын. Сіздерге және сіздің отбасыларыңызға көп денсаулық, бақыт, қажымас қайрат тілеймін. Келе жатқан мерекелеріміз құтты болсын.